Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімемізді тыңдап, каналға жазылып, лайк басып, өз ақыл-кеңестеріңізді айтып кетіңіздер. Күйеуім таксист. Сәлеметсіздер ме? Маған ақыл-кеңестеріңіз қажет. Үйде декретте отырғаныма 4 жыл болыпты. 4 жыл ішінде 3 баланы дүниеге әкелдім. Кішкентайым 2 айлық. Өзім толып кеттім. Күйеуімнің жанында ыңғайсызданам. Күйеуімнің қасында мамасы сияқты боламын. Жолдасым тіпті мені мерекелік кешке құрдастарымызбен отыруға да бірге алып жүрмейтін болды. Әрине басында мән бермейтін едім, себебі үйде кішкентайымыз бар болған соң. Жолдасым былай айтқанда такси етеді. Күндіз-түні жұмыс істейді. Соңғы кездері өзгеріп жүр. Түнде кеш келеді. Көрші әйел бар, есімі Айгүл. Екеуміз туғандай болып кеттік. Ол да мен де бір-бірімізге сырларымызды сақтап, бір-бірімізге ақыл-кеңестерімізді айтамыз. Бір түсте көрші әйел келіп, жолдасым туралы айтып едім, тексеріп көрейік, басқа нөмер сатып алып деді. Ойыма бірден ой келді. Сонымен дүкенге барып басқа нөмер алдым. Телефоныма қосып, жолдасыма жаздым. Мен сізге таксиге отырып едім, таныссақ қалай болады дедім. Ішім алай-дүлей, не деп жазар екен. Бір кезде жолдасым жазды. Танысайық, қайдан боласың деді. Үндемедім. Біреу басыма мұздай су құйып жібергендей болды. Сосын жолдасым измена жасап жүргеніне көзім жетті. Кеше келген кезде тамақ ішіп болған соң төсекке жатар алдында жолдасымнан сұрадым. Бүгін саған біреу жазды ма деді. Жоқ деді. Мен саған ұнаймын ба деп сұрадым. Шынын айтайын ба, сен маған ұнамайсың, толып кеттің. Маған арық қыздар ұнайды, жиіркенемін сенен деді. Үндемедім, үнсіз жыладым. Өзімді кінәладым, өзімді тастап жүрген өзім едім. Енді не істесем болады? Ақыл-кеңестеріңіз қажет.